Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен бірге 3-ші сабақта бастаймыз. Карт және де грид жүйесі. Жалпы грид жүйесі дегенге келетін болсақ, негізінде бұл адаптивті тор жүйесі болып табылады. Bootstrap'та бірнеше платформаға арналған жүйелер бар. Мына жерде өздеріңіз суретте көріп отқандай, ең үлкен класс ол call XL деп аталады. Яғни бұл extra large деп аталады. Яғни бұл классқа кіретін құрылғылар, олар өлшемі 1200 пиксельден асатын құрылғылар. Яғни қарапайым ноутбуктар мен компьютердегі құрылғылар осы классқа кіреді. Одан кейін бар LG. LG ол 992 пиксель мен 1200 пиксельдің арасы. LG-ға негізінде iPad Pro секілді және де өлшемі үлкен планшеттер мен ноутбуктар кіреді. Ал одан кейін барып Medium, ол MD деп аталатын префикс арқылы беріледі. Бұл енді өлшемі 768 пиксельден 992 пиксельге дейінгі аралықты қамтитын құрылғылар. Бұған мысалы қарапайым iPad-ты алсақ болады. Және де SM, яғни Small деп аталатын класс бар. Бұл 576 пиксельден басталады. Ал одан кейін барып ең төменгісі ол қарапайым Call. Яғни, ешқандай да префикс болмаса, бұл call классы қолданылады. Бұл жерде 576 пиксельден төмен құрылғылар кіретін болады. Яғни, бір сөзбен айтқанда, телефондар осы классқа кіретін болады. Енді grid жүйесі негізінде call деп аталатын класстардан тұрады. Яғни, call дегеніміз бұл column, яғни баған деген мағынаны білдіреді. Bootstrap'та жалпы кез келген құрылғыны Bootstrap 12 өлшемді бағанға бөліп тастайды. Яғни бұл дегеніміз осы тұрған экранды Bootstrap мысалы 12 бағанға бөліп тастайды. Қарапайым бізде мысалы 1200 пиксель болса, біздің осы экран осыны 12 бағанға бөлетін болсақ, онда бір бағанның ұзындығы 100 пиксель болады. Немесе 600 пиксель болса, онда ол кезде бір бағанның өлшемі 100 емес 50 пиксель болады. Және де бұл класстарды біздермен жаңа ғана қарастырдық, яғни XL, LG, MD деп аталатын классты біз сіздермен қазір практика жүзінде қолданатын боламыз. Енді келесі кезекте Sublime текстті ашамыз, және де ең алдымен сіздермен бірге карт жүйесін, яғни карт компонентін қарастыратын боламыз. Div және де класс дегенге карт дегенді көрсетеміз. Бұл енді қарапайым карточка компоненті, және де суретті көрсетеміз. Қандай да бір суретті ала салайын, ғаламтордан. Картинка деген бөлікке өту арқылы біз осы жерден кез келген бір суретті ала салайық. Суреттің сілтемесін көшіріп аламыз. Басқа қысқа сілтемені алайық. Одан кейін барып келесі кезекте осы суретке класс береміз. Ол класс карт img топ деп аталады. Келесі кезекте біз div ашу арқылы осы карт body'ді көрсететін боламыз. H5 деген ашамыз. Және де бұның класс ретінде біз карт title деп көрсететін боламыз. Мысалы, title деп жаза салайын. Енді астына p тегін ашамыз. P-ның классы бізде карт текст болады. Енді P-ның ішіне мен кез келген бір текст ала салайын. Жоғарғы бөлікте. Осы бір текстті көшіріп қоя саламын P-ның ішіне. Келесі кезекте біз сілтеме қоямыз. Классына біз осы сілтемені батырма ретінде алайық. Және де толығырақ деп жазатын боламыз. Сақтаймыз. Парақшаны жаңартамыз. Астына қарай түсетін болсақ, бізде суреттің өлшемі тым үлкен болып кетті. Карточканың біз стиліне өтеміз, және де width деген жерге 250 пиксель деп көрсететін боламыз. Сақтаймыз, обновитеміз. Міне сол кезде бізде осы карточканың өлшемі қысқаратын болады. Енді осы жерде бізде бір мәселе шығады.
біз осы карточканың ұзындығын 250 пиксель қылдық. Бізде мысалы экранның өлшемі қазір ноутбукта мысалы 1380 пиксель болса, оған мысалы 4-5 карточка сиятын болса, ал телефонда керісінше ұзындығы небәрі 500 пиксель болуы мүмкін, немесе одан да аз болуы мүмкін. Сол кезде бізде осы карточкалардың қалған, сыймай қалған бөлігі осы телефонның сыртында қалып қоюы мүмкін. Осы мәселенің алдын алу үшін, мысалы, сіздерге тест түрінде ашып көрсетейін. Осы жерде біз бірнеше карточкаларды ашып көрсететін боламыз. Сақтаймыз, жаңартамыз парақшаны. Сол кезде бізде осы карточкалардың барлығы да әрқайсысы жеке-жеке блок ретінде салынды. Енді осылардың барлығында бір қатарға салу үшін бізге қазір көмекке келетін класс ол div_row деп аталатын класс көмекке келеді. Сол кезде осы тұрған карточкалардың барлығы да бір қатарға, яғни бір ретке келеді. Енді біз мобильді нұсқада ашатын болсақ, мысалы iPhone-да ашатын болсақ, бұл карточкалардың барлығы да төменгі ретке ауысып кетеді, яғни төменгі ретке баратын болады. Біз енді мына жерде сіздермен бірге width 250 пиксель деп көрсеттік. Енді осыны біз адаптивті етіп көрсету үшін біз осы жерде карт деген ішінде call дегенді қолданатын боламыз. Call MD4 болсын. Яғни компьютерлік нұсқада 250 пиксель емес, экранның осы 4, жалпы мысалы осы экранда 12 баған болатын болса, соның 4 бағанын алады. Бұл дегеніміз 33% алады деген мағынаны білдіреді. Өйткені біз құрылғының өлшемін нақты білмейміз, қанша болатын, ол 250 пиксельден келе ма, келмей ма. Сондықтан да біз адаптивті түрде осы қызметті Bootstrap'қа сеніп тапсыруымыз қажет. Сол үшін де біз мына жерде пиксельдің орнына адаптивті өлшемді қолданатын боламыз. Сақтаймыз, жаңартамыз парақшаны. Сол кезде бізде карточкалар адаптивті түрде ауысатын болады. Егер біз телефондағы нұсқаны ашатын болсақ, осы кезде өздеріңіз көріп отқандай, телефонда толықтай осы экранның барлық 100% ұзындығын алатын болады, яғни қамтитын болады. Барлығы да адаптивті түрде ауысатын болады. iPad-та ашамыз. iPad-та да 3, және де responsive дегенге ашатын болсақ, барлығы да өздеріңіз көріп отқандай адаптивті түрде ауысып отыратын болады. Мысалы, бұны CSS тілінің көмегімен, бұны біз медиа сұраныстарды жасау арқылы жасауға болады. Бірақ та ол кезде өте көп көлемдегі CSS тілінде код жазуымыз қажет болады. Ал ең оңай жолы ол Bootstrap'та әрине жай ғана call MD4 дегенді жазу арқылы біз осы Bootstrap'та барлығында өте қысқа көлемде код жазу арқылы осындай адаптивті дизайнды құрастыра аламыз.